Баршаңызға сәлем. Бүгін үйде бар заттармен жасауға болатын өте дәмді алмалы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы да өте оңай және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл үшін ең алдымен 3 немесе 4 алманы алып, жақсылап сыртын ашып аламыз және де жұқа етіп турайтын боламыз. Кейін ыдысымызға қантымызды, оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз және де тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ертілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне қамыр қопсытқышымызды саламыз және ванилинімізді саламыз. Менде ванильный сахар, ешқандай айырмашылығы жоқ. Ванилин немесе ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Дайын болған сұйықтығымыздың үстіне жұқалап туралған алмамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізді 18 сантиметрлі формаға пісіруіміз қажет. Менде 22 сантиметр және де үстіне пергамент қағазымызды төсеп аламыз. Егерде 24-26 сантиметрлі формаға пісіретін болсаңыздар, ингредиентімізді 2-ге көбейтіп барып жасасаңыздар болады. Және де пешіміз өте қатты қызып тұрмауы керек. Қызып тұрса күйіп кетеді. 180 градуста 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Және де үстіне кішкене ғана қант сеуіп жібереміз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге өте қатты ұнады, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Және де үстіне кішкене ғана сахарная пудрамызды сеуіп жібердік. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразкүл.